жазылар естеліктер мен туралы. Біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді дерде мүмкін, бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы. Иә, ақиық ақын 45 жыл ғұмырында сан ғасырға азық болатындай мол мұра қалдырды. Күпі киген қазақтың қасиетті қара өлеңін биіктерге өрлетті. Оған бүгінгі таңда бәріміз де куәміз. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалы Жас толқын поэзия клубымен бірлесе ұйымдастырып отырған Мұқағали мәңгілік ғұмыр атты поэзия сағатын ұсынамыз. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың мол мұрасы бүгінгі таңда қанша қазақтың мақтанышына айналды. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тыясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарық еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Мұқағали Мақатаев, ей өмірім, дүниенің ағында қарасында, мұң кетпейсің, қабылдап аласында. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасында. Жер мен көктің желпіні барасында, желі кезіп түсесің қарасуға. Құйын қуған қаңбақтай аласыра, ей өмірім, зымырап барасында. Мен отырмын теңіздің жағасында, бересімді жоқ оған аласымда. Мені тастап толқындар ағасын ба, толқындан өмірім барасың. Шаң шығарып ізімен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған. Сыйын маған, ей өмір, сыйын маған, сыйындалам мен сені бұйырмаған. Жетім сіреп, жеміздеп балапанға, жалғыз көкек жүретін жағаталда, әлдегімді жоқтайтын күн батарда, әлдегімді жоқтайтын таң атарда. Иесіз қалған, бұзылған тамға барып, қонушеді қонағын қамдап алып, жоқтау шеді оңаша отырып ап, оқшау шетте ұясы талда қалып. Соңқыл үнді сұршақұс жан отанын, ойландырып тастайтын жағаталын. Оңашада отырып жоқтаймын деп оятатын ұядан балапанын. Соқ саусақтай балапан ес білер ме, сұршақұстың сұм даусы есті желде. Ұясында құттай құс қобалжиды, тан үсінді шалғайдан естігенде. Қайдан білсін, әкесі жем бергенін, қаршыға өңгергенін. Қайдан білсін, шешесі шер бергенін, түйірдәндей жүрегі тулап жатыр, ұядағы титімдей шерменденің. Мен сені сүйгем, жаныммен сүйгем жарық күн. Жатсам да сен түн құйғында таныттың, ақ сәулең сенің аймалап мені жарық күн. Тұрғанда болар, үстінде мынау табыт күн. Ғарыштан құйған, ғаламға ортақ шуағын, сезгенмін білгем, мен үшін бір күн тұрағын. Тастама мені шығағын, шуағын түссін, шөп болып мейлі шығағын. Қомағай көңілін құмартып өткен әңгімеге, тірлікте сонау түскенмін талай әуірге. Көрген өмірде, кешкен бақытта барлығы жетпейді екен ғой. Бір күндік сенің сәулеме, бір күндік сәуле, мәңгілік жарық мекенім, мәңгілік түнек қағасқа қалай кетемін. Келмейді ау тілім өлгеннен сұра деретім, тірі жандарға өмір дегеннен екен. Өмір дегенге тірлікте сірә жетер ой, жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой. Бекер ғой бәрі бөтен ғой. Өмір деген бір күндік сәуле екен ғой. Тамшыдай ғана нұрыңа міне зарықтым, өмір осы екен, сырыңа міне қанықтым. Жаса сен мәңгі жарық күн, табыттым. Мұқағали Мақатаев, қиын не бар? Мың құбылған қуаныштан, дерттерден, қиын не бар? Адам жанын зерттеуден, мен келемін өз жанымды зерттеумен, бірде аяз, бірде жалын, өрткеуден.
Арзан не бар ойнау менен күлүүден, қымбат не бар адам сырын білуден. Мен әуремін өз сырымды білумен, кеше бұзып өкінемін бүгінмен. Жылдарымды еске аламын бүлінген. Адамдардың жаны менен жүрегін, ойлайтын ем бар кісідей білемін. Ажырата алмай шуақ бенен түнегін, тынығанға мәз болыппын меңіреніп. Ерттен басқа жақсы көргенім, өз көзіме ғажап мен сенбедім. Кесіп кедей ауыстырған өндерін, түсінбеймін қылығына пенденің. Жылдар бойы бірге жүріп, бір күлген, жақынына жат боларын кім білген, адамдарды зерттей алмай жүрмін мен, оны зерттеу мүмкін емес, кім білген. Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан. Су тартылған теңізден, жылғалардан. Нелер ұрпақ аттанған қуған арман, не бар дейсің өмірге тұлға болған. Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді. Дәуірлер, замандарда. Менің жаным ашиды мына өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға. Өтеді ғой. Өтеді барлығы да. Күн арқылы кетеді танды мұна. Менің жаным ашиды барлығына, таң нұрына, адамның тағдырына. Менің жаным ашиды өткендерге, жаңа ғана өмірге жеткендерге. Ұран жазып аспанға қойсам бекен, енді сендер өмірден өтпеңдер деп. Бәр өтуде. Күн батып, кеш кіруде. Жаңаруда дүние, ескіруде. Болашақтан бейтаныс ұрпағымыз босат деп тұр орнымды. Естідің бе?